Ассаламу алейкум қыздар. Бүгінгі біздің тақырып іштарлық. Сіздермен бірге Нұрзат Серікқызы. Жалпы іштарлықтың болу себептері ол адамның өзінің шынайы қабілетін танымауынан, қабілетті танымағаннан кейін адам өзінің өмірлік миссиясын қандай екенін білмей жатады. Келесі қателіктен қашу, жаңа қадам жасауға қорқу. Көбінесе адам синдром отличника немесе зацепка за идеальность болып жатса адамның бойында, ол осындай нәрсені істейді. Өйткені қателесуден қорқады. Қателесуден қорққаннан кейін идеально болмаса мен мүлдем бастамай қояйын деген пікірде өмір сүріп жатады. Осы себептердің барлығы жетістікке жетіп, сіз істемеген әрекетті істеп жатқан адамдарды жек көруге алып келеді. Шын мәнінде сізге бір идея келеді, мен осыны жасайын, қолға алайын деп ойлайсыз, бірақ өкінішке орай сол қорқыныштардың жетегінде жүре бергеннен кейін ол іс-әрекет жасалмайды. Бірақ басқа адамдар сол нәрселерді жасап жатуы мүмкін және жетістікке жетіп жатуы мүмкін. Соны көрген кезде не болады? Біздің іштарлығымыз оянып жатады. Бұл жағдайды өзгерту үшін не істеу керек? Ең бастысы Алладан кешірім сұрап, 2 ракат тәубе намазын оқуымыз маңызды. Одан кейін истиғфарымызды тоқтатпаймыз. Истиғфар деген, яғни астағфируллах деп Алладан кешірім сұрауымыз. Алланың 99 көркем есімін зікір етеміз, салауат айтамыз. Сол адам үшін, яғни сіз қай адамға ішіңіз тарылып жек көріп тұрсыз, сол адам үшін шынайы дұға тілейсіз. Аллам, Раббым, осы құлыңның өмірін одан да бақытты етуіңді тілеймін деген сияқты дұға тілеу керек сол адам үшін. Келесі, осы іштарлықтың себебі өз-өзімізді танымау. Менің Алла берген қабілетім қандай? Осы сұрақтарға жауап беру керек. Қай істі шынайы Алла разылығы үшін жасай аламын? Қай істен шаршамаймын? Осы сұрақтарға жауап беру арқылы сіздің шынайы жүрек қалауыңыз анықталады. Өзгеден бұрын өзіңізге шынайы жауап беріп көріңізші. Сол кезде сіздің шынайы қабілетіңіз қайсы іспен айналысқанда сіз елге, өзіңіздің ұлтыңызға пайдалы боласыз, сол нәрсе иншалла шығады. Қай істі бастауға қорқып жүрсіз? Осы сұрақтарға жауап беріп кетсеңіз, өзіңіздің 10 жылдан кейін қалай елестетесіз? Жетістікке жету жолында сізді не ұстап тұр? Енді келесі нәрсе, бір ойын ойнайық. Сіз жек көретін 5 адамды жазыңыз. Ол блогер болуы мүмкін, бай адам болуы мүмкін, атақты адам, мақтаншақ, немесе әрқашан бақытты болып жүретін адам. Бірден есіңізге түскен 5 адамды жазып кетіңіз. Енді келесі, сіз үлгі алатын 5 адам. Ол да дәл солай блогер, бай адам, атақты адам, мақтаншақ, немесе бақытты адам. Сөз соңында әр адам Алланың сүйікті жаратылысы. Алла ата-анамыз емес. Алла махаббаты шексіз. Өзгенің бақытын қызғану Алланы шектеуімізден. Өзгеге берген бақытты Алла бізге де берер сөзсіз. Бірақ біз не істейміз? Біз Алланы шектейміз. Аллах тағала тек соларға бақытты берді, маған бермейді деген сияқты түпкі қорқыныштармен, сондай ниетпен өмір сүріп жатамыз. Қорытындылай келе, әр біреуіміз өмірге жеке миссиямен қоғамға пайдалы болып, жақсылық дәнін егіп, Алла жолында қызмет ету үшін келдік. Біздің Алла разылығын алу ниетте жасаған әр әрекетіміз құлшылығымыз, иншалла. Сондықтан осы жолда егер біз біреуге ішіміз тарылып жек көріп жатсақ, әрине осы нәрсемізді тоқтатып, Алла жолында қабілетімізді танып, қоғамға пайдалы болуымызды Аллах тағала нәсіп етсін. Ассаламу алейкум.